Сүлейменовна, Ожанова Асимхан, Мезенцев Геннадий Моисеевичтерге беріледі. Құрметті ауған ардагерлері, осындай менің балапанымды ескеріп, осындай ескерткіш жасап жатқан осы араның ауыл әкімі, халқыма, еліме, жұртыма мың бір рахмет айтам. 19 жастан 6 ай асқан құлынымды ауған ардагері деп ауған соғысына беріп отырмын. Содан бері міне өтіп кетті 26 жыл. Сағынамын. 10 балам болса да, 22 немерем, бір шөберем болса да сағынып өтем. Сағынышым әлі есімнен кетпейді балапанымның. Мен ауылымда Айдар мен Қуаныш Қуатпа. 2 балаға, сосын тағы да көп балалар менің ауылыма барып, мектептің атын сұрағам, мектептің атын берсін деген балалар бар шығар. Менің осы біраз уақыт болды, көзім көрмей тұр. Көзім көрмей қалды. Рахмет, мына батырлардың бәріне рахмет айтам. Менің бабамнан бастап қызыл әскер 45 жылғы соғыста қайтыс болған. Бабаларым да, туыстарым да бәрі. Соғыс ардагерім. Өзім Маткерейіне 11 бала тәрбиелегем. Ең үлкенім Жансейітім ертең 29 күні туған күн еді. Тірі болса 45 жасқа келетін деді барған. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын, халқы айтатыным бақыт. Ешқашан соғыс болмасын. Жойылсын соғыс. Соғыс болмасын. Құрметті қонақтар, аудан тәжік ардагерлері, бүгінгі мына жасап жатқан шараларыңызға мың елден бір өзімнен рахмет айтамын. Ауған тәжік шекарасында соғысқа қатысқан азаматтар, мен ойлаймын, сіздердің арқаларыңыз осы күн шуақты аспанымыз ашық күнде өмір сүріп жатқанымыз, отан соғысқа қатысқан ардагерлеріміз бар әлі ішімізде. Енді тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Аналар тәрбие береді үйден, мектеп қауымы мектептен тәрбие береміз. Енді осы азаматтарымызды, қаһармандарымызды сол мектептен осындай тәрбие беріп, жоғарғы жақта тағы да білім алып, өздерінің білімдерін жоғары көтеріп, одан кейін сарбаздар болып, қақтығысқа қатысып, осындай күнге жеткізді. Енді мен ойлаймын, қашанда азаматтарымыз осындай ерлікте, жоғарыда, биіктікте көріне берсін. Енді Бауыржан Момышұлы ағамыз қаншама ерлік көрсетті. Осындай ерлікке жете берсін балаларымыз. Халықтың қамын ойлаған ардагерлер, сіздерге мың тағзым. Енді Айдар Боролдайда осы ардагерлер, қайтыс болған ардагерлерге осындай ескерткіш орнатып, өзінің танымдылығын көрсетіп жатыр екен. Керемет, бұл деген керемет енді. Әр жерде, Алматыда деп айтып жатсыздар жаңа, барлық жерде, Қызылорда, басқа да жерлерде осылай шекарамызды қорғаған азаматтарымызға, қаһармандарымызға сондай ескерткіштер орнатып жатқан көрінеді. Енді де алда еңбектерін бағалап, халқымыз осындай ескерткіштерді қойып, есімдерін ұмытпауға талпынып жатыр. Еш уақытта мәңгі есімізде сақтаймыз. Болашақ жастарды осындай патриотизм тәрбиеге үйретеміз. Енді балаларым, бақытты болыңдар. Осындай күншуақ күндерің күнде болып тұрсын. Ешқандай шеттен келген жау жаман дейді, басқа жақтан қолсыз болмасын деп ойлаймын. Енді сендерге халқымыз сенеді. Мен сіздерге сенемін.
болыңыздар, қаһарман болыңыздар. Жаңа айтып отырғаным, Раджанға халық қаһарманын берсін деген талап ұсынып жатыр, иә. Сол өте дұрыс пікір деп ойлаймын. Барлықтарыңызға соған лайықтысыздар деп ойлаймын. Өйткені әрбір адам сол жаққа барып, соғысып, бұлай сіздердей келе алмайды. Енді елімізде еш уақытта соғыс болмасын, бейбітшілік өміріміз мықты болсын. Рахмет. Тәжікстан Республикасының отының ыстығына, суығына шыдап, аштығына, тоқтығына шыдап, қазақ елінің ардагерлері елімізге жеңіспен оралды. Сол ардагерлерге қатысқан соғысқа өзім басым деймін, тағзым етем осы батыр жігіттерге. Осылардың арқасында Тәжікстан Республикасы тәуелсіздікте жақсы өмір сүріп жатыр. Әрине, бұл нәрсе оңай емес. Бала адамның бауыр еті дейді. Мен дағы сол ананың бірімін. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеген анамын. Мендей аналар Қазақстанның бұрыш-бұрышында шөгіп отырып қалған аналар бар. Бірақ та бұл жерге келе алмайды. Сол Тәжікстан Республикасына бейбітшілік әперем деп біздің ардагерлер сол таудың арасында 50% денсаулығын қалдырды. Отына, суығына, ыстығына, аштығына бәріне біздің батырлар шыдады. Елімізге жеңіспен оралды. Бұл батырлық біздің қазақ халқы, біз батыр халықпыз. Кешегі отан соғысында Берлинге қаншама ұлт қатысты. Сол уақытта қазақтың баласы Рақымжанов қызыл туды тіккен біздің қазақтың баласы. Соның ұрпақтары бүгін тұрған. Біз мына Бауыржан Момышұлына, біз солардың ұрпақтарына тек қана солардан үлгі алса екен дейміз. Патриотизмді көтеру керек. Мен бұрынғы кезде көп жыладым. Тауға тасқа басым тұрдым, жыладым. Жолдасым 12 жыл отырып қайтты. Бірақ та мен Абайдың тілінде оқыған ана едім. Қайғы көрсең қарсы тұр дейді. Сол уақытта мен мен жыламаймын енді. Мен мына патриотизмді көтеру керек, мына баланың жолдастарын тауып алым керек деп, мына Мұхамеджановты мен 2 жыл іздедім. Шарырып осы Астанадан, Петропавлдан, қай жерде болсын іздеп таптым. Құдайға шүкір. Тәуба, баламды осы балалардың көпшілігі біледі. Сол жас балада мен о баланы қайтты деп енді жыламаймын. Жыламайтыным, сіздердей ардагерлер бар, елін жерін қорғаған жауынгерлер бар, шекарада тұрған. Ал елі тәуелсіздік елі бар, елбасы бар. Біздің мынау енді елбасы біздің ұлы даланың патшасы деп өзім ойлаймын, Назарбаев Нұрсұлтанұлын. Сол патшамызға тыныштық берсін, ер жүректі Қасым-Жомарт Тоқаевқа да жақсылық берсін. Сол патшалардан сұрайтыным, өтінетім, осы ардагерлердің, соғысқа қатысқан ардагерлердің кішкене әлеуметтік жағдайын түзесе екен деймін. Біздің Қазақстанның байлығы, асы да, үсі да, Менделеевтің бүкіл тамшасы, біздің Қазақстанда байлықтың бәрі бар. Менің өзіме еш нәрсе жоқ. Осы батыр балаларының жағдайын түзесе екен деп ойлаймын. Я Алла Тағала, осы балаларға денсаулық берсін, еліміз мықты болсын. Маған бар керегі бұл өмірде көк туымның желбірегені сіздердің денсаулықтарыңыз. Я отец погибшего сына на таджико-афганской границе, Мезенцева Вячеслава. Вот сейчас прошло сколько уже, 24 года. Некуда было положить цветы. Есть у нас в Косыге памятник, но там написано воинам-афганцам. Афганцы нас, таджикистанцев, которые служили на таджико-афганской границе, они почему-то нас не уважают. Это так. Это я был в военкомате. Чего ты, говорит, сюда пришел? Что, говорит, твой сын там воевал, что ли? Это мы воевали. Ну, если бы там не воевали, у нас бы сыновья не погибли же, правильно? Ну, вот это вот Марат Мухамеджанов сказал. Не надо делать. Те афганцы, эти таджики, ну почему-то такое получается. Спасибо Айдару, спасибо большое воинам, которые служили с нашими сыновьями. Молодцы, вот я же говорю, сейчас на 9 мая, на День Победы, хоть придешь, положишь цветы, вспомнишь, посидишь, как они, что они. Спасибо Марату Мухамеджанову. Самое главное, он принимал участие
самое непосредственное о принятии закона ветерана. Я прочитал этот закон весь вот иду досконально. Ну вот, немножко есть вопросы, но это не сейчас. Это потом. Спасибо еще раз все. Рахмет, келіңіздер.